Өзге емес, өзім айтам өз жайымда. Қайырлы күн, менің есімім Гүлсая. Көктемнің құлпырған шағында туғандықтан есімімді Гүлсая қойған. 2001 жылы 16 сәуірде Арал қаласында әкем Нағашыбай мен анам Гүлнардың үшінші ерке қызы болып дүниеге келдім. Балалық шағың патшаның тағы, тіл жетпес оны бағалап. Менің әлемді тануымның алғашқы баспалдағы Жазира балабақшасынан басталды. Ал бұл 11 жыл бойы білім алған менің мектебім. Математика мен қазақ тілі пәндерін жақсы көретінмін. Себебі бірінде аналитикалық, енді бірінде сыни ойланасың. Білімді де білікті ұстаздардан тәлім алып, мектепті алтын белгімен аяқтадым. ұбт-дан 111 балл алып, білім грантын жеңіп алып, қуанғаннан жылап алғаным әлі есімде. Мамандық таңдау өміріңнің бір кірпішін дұрыс қалау. Біздің отбасы шағын ғана мұғалімдер институты секілді. Бәрі мұғалім. Педагогикалық мамандықты таңдауда әкемнің рөлі күшті. Әкеме қарап бой түзедік. Білімді, креативті, шығармашыл қабілетін үйреніп, ұстаздық жолын жалғадым. Оқушы кезімнен үйде әкеммен бірге отырып, ашық сабақтардың жоспарын құрастырып, мұғалімдікке қызықтым. 2018 жылы мен үшін өмірдің жаңа деңгейі басталды. Академик Ибни Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіне білім грантын жеңіп алып студент атандым. Түрлі конкурстар мен сайыстарға қатысып дипломант атандым. Дипломдық жұмысым Арал теңізі тақырыбымен байланысты болғандықтан бастан аяқ өзім жазып, 5-ке қорғадым. Үздік Абекенова Гүлсая Нағашыбайқызына. Менің білімге деген құштарлығым мұнымен тоқтап қалған жоқ. Оқыту мен оқу үздіксіз процесс. Бакалаврдан соң арасына жыл салмастан магистратура бойынша өз білімімді сынап көргім келді. Ағылшын және математика пәндерінен біраз дайындалып тест тапсырдым. Білім бойынша мұндай тесттер тапсыру сенің IQ-ның көрсеткіші деп білемін. Нәтижесі 92 балл. Сөйтіп 2022 жылы Бөкетов атындағы Қарағанды университетіне қазақ тілі мен әдебиетінің педагогтерін даярлау мамандығы бойынша білім грантын жеңіп алып магистрант атанып оқуымды жалғастырдым. 2 жыл қатарынан диссертация тақырыбымды ізденіп, Астана қаласындағы ұлттық академиялық кітапханада жұмыс істедім. Магистрлік диссертация бойынша халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциялар жинағына 3 ғылыми мақалам басылып шықты. Сөйтіп диссертациямды да өзім жазып шығып, үздік бағаға қорғадым. 6 жылдық оқу процесі кезінде 2 рет кәсіби іс тәжірибеден өттім. Бакалаврда Крупская атындағы номер 14 мектеп лицейінде өтсе, магистратура бойынша университет қабырғасында студенттерге сабақ бердім. Осылайша менің мұғалім ретінде сабақ беру деңгейім оқушылар мен студенттер арасында тәжірибе болып жинақталды. Алдыға ашырайық. Замандастан қарлығаштар қайда екен. Арман қуған, қиял қуған кезің. Құрбы қыздар мөлдіреген сөзің қайда. Алғашқы алаулаған сөзің қайда. Бере, ұшырыңыз арманыңызды. Керемет сізде, я? тербелетін болған. Яғни бұл ұлттық ойындарымыздың бірі, иә?
Айтпақшы, менде мынадай бір қызық оқиға болған. Мен сабақтарыма үнемі 1-2 жаңа әдіс тәсіл үйреніп қосып отырамын. Импровизация сабақтың жаны демекші, комиссия кірген сәтте актінің көмегімен бірнеше платформаларды қолданып, сабағыма одан сайын дәм бере түстім. Нағыз педагогтың бойында болу қасиеттердің бірі тосыннан келген оқиғаларға эмоционалды берілмеу. Комиссия мүшесі менің сабағымды нағыз педагогтың әр сабағы ашық сабақ деп бағалап кетті. Сабақ соңында студенттеріме эмоционалды интеллектті қалай басқару керек екенін түсіндірдім. Ақбозат менің тұлпарым, шалдырған көңіл сұңқарым, көкірек керіп жұқтым мен, ауаның. Магистратураға түсуге 4 лайфхак атты видеом YouTube каналымда 16 мыңнан астам қаралым жинап, көптеген педагогтың магистратураға түсуіне септігімді тигіздім. Бағытта 2 жыл білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистр дәрежесі тағайындалсын және өзіндік үлгідегі диплом берілсін. Абикенова Гүлсая Нағашыбаева. Жан-жақтылық пен білімімді үнемі толықтырып, тұлғалық дамып отыру менің өмірлік принциптерім. Оқушыларды әдебиетке қызықтырып, эстетикалық дұрыс тәрбие беру арманым. Қазақ тіл білімі бойынша ашық пен қысаң дауыстыларды ажырата алмайтын оқушылар үшін ерекше әдіс тәсіл енгізіп, әрбір теорияны ойын технологиясы арқылы жылдам әрі оңай үйреткім келеді. Мен Алма Қыраубаеваның педагогикалық 20 қағидасын ұстанушы жас маманмын. Мұғалім қызметінің мақсаты өз пәнін жақсы үйретуден гөрі тереңіректе. Ол адамды жасаушы адам. Оқу ешқашан кеш емес, бұл соңы да емес. Қызмет ете жүріп, заман талабы мен ағынынан қалмай, білімімді жетілдіруге әрдайым ашықпын. Оқушылардың жүрегінен жол тауып, бар креативім мен білгенімді үйретуге, мамандығыма адал қызмет етуге әзірмін.